мамамыз өскеменде, үйдегілерде товармен арпалысу процесі болып жатыр, жұмыс қызу, жақында бізде сырға салу, я. Негізінде мен өзім ойлағам, өзіме келген кезде сондай бір той, жиын дегенді аса ұнатпаймын деп. Бірақ іс жүзіне келген кезде ол өте керемет эмоция, әсер сыйлайтынын енді түсініп жатырмын. Сондықтан да жас қыздар біз жастықпен айта береді екенбіз, бірақ бұндай дүниелер бізге керек, естелік үшін, өзіңді басқаша сезіну үшін, барлық процессті проживать ету үшін. Бірақ негізінде бұл іс-шаралардың да ішінде түрлі процесстер бар. Мен түсінбейтін мысалы, енді ол бұрыннан атам заманнан келе жатқан дүниелер ғой. Үлкендер жағы ол дүниені қатты жақсы көреді, жастар жағы ол дүниені біз түсіне бермейміз деген сияқты. Бірақ ол үлкен кісілердің өз кайфы, ол кайфты бұзбау керекпіз. Сол, ал мен өзім қазір былай бір күшті андай балқыған көңіл күйде жүргенім бар енді ондай бар. Сондықтан қыздар, бұның барлығы дұрыс екен. Өткен жолы мен 8 наурыз қарсаңында құрбым Әсел Жұтаеваның өлең жолдарын оқыған едім. Керемет кері байланыс алдым, қаралым жағынан да, пікір жағынан да, репост жағынан да. Бүгін тағы да бір өлең жолдарын жүктедім. Көңілдеріңізден шықса, қараңыздар, көріңіздер. Репост жасап жатқандар да көрдім. Сол сіздерден сұрайын дегенім, сіздерге ол нәрсе ұнай ма, ұнамай ма? Ары қарай оқиын ба, оқымайын ба? Негізінде маған сондай бір шығарма таңдау өте қиын, еткені мен ол шығарманың бір мән мағынасы болғанын қалаймын ғой. Бір жай кейде орыс тілінде оқығым келіп кетеді, бірақ ай деп бастайсыздар ғой, неге орысша деп. Қайырлы кеш, қалдарыңыз қалай? Мына түрмен шығып тұрғаныма ренжімеңіздер, мүлдем инстаграмға уақыт болмай кетті. Классикалық музыканың жанкүйерлеріне керемет хабарландыруым бар. 15 наурыз күні Алматы қаласында Республика сарайында Не просто оркестрінің кезекті музыкалық кеш өтеді. Ол жерде Людовика Энаудидің композициялары Не просто солистердің орындауында сіздердің жүректеріңізге жол тартады. Міндетті түрде ата-аналарыңызбен, сүйіктілеріңізбен. Негізінде классикалық музыка ол адамның бір жан жарасын, жүрек жарасын тынышталдырып, адамға керемет ем сыйлайтын әуендер. Сондықтан міндетті түрде барайық. 15 наурыз, Алматы қаласы.